Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын мясо по-тайскийдің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен етімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін үстіне соя соусын және де оливка майын құйып, жақсылап маринадтап 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Көкөністеріміздің барлығын дәл осылай қылып соломкаға турап аламыз. Енді қызып тұрған құрғақ табамызға етімізді салып жақсылап қуырамыз қарайғанша. Етіміздің суы тартылғаннан кейін пиязымызды салып қуырып аламыз 5 минуттай. Енді сәбізімізді қуыратын боламыз. Сәбізімізді баяу отта 10-15 минуттай қуырамыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды салып 5-7 минуттай қуырамыз. Ең соңында қиярымызды салып 5 минут аралығында қуырып аламыз. Қыздар, осы рецепті бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.